Сәлем қыздар, бүгін біз өте әдемі, өте керемет, өте жұмсақ және өте дәмді болып шығатын панкейки жасаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, 50-60 граммдай қант керек болады. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып, үстіне жылы сүт құямыз. Сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын бір массаға келтіріп, ұнымызға қопсытқышымызды қосып, ыдысымызға салып, барлығын жақсылап венчиктейміз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Жақсылап венчиктейміз. Жақсылап араластырамыз. Жасап көріңіздер, қыздар, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан өте дәмді. Отбасыларыңыз қуана жейтін болады. 5 минутта дайындап болуға болады. Таңғы асқа дайындасаңыздар өте керемет. Және де жаңағындай ертілген сармайымызды үстіне қосып жібереміз, жақсылап араластырамыз. Осындай консистенцияда болу керек. Енді табамызды орташа оттағы неге табамызды қойып, жақсылап табамызды қыздырып, шамалы майлап алдым. Мен табамызды және де бір шөміштен жаңағы панкейкімізді құйып пісіретін боламыз. Осылай беті көпіршіктене бастайды ғой, түйіршіктене, сол кезде уже арғы бетін араластырамыз. Бізде екінші беті өте тез піседі, сол үшін байқап ертерек алуға тырысыңыздар, а то күйіп кетеді. Мінекей бірінен соң бірін осылай пісіріп алып жатырмын. Бірінен соң бірін осылай пісіріп алып жатырмын. Мінекей. Сосын достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Әледе өте көп, өте жеңіл дайын болатын рецепттер салып отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Панкейкаларымыз өте әдемі болып пісіп жатыр. Табаға да жабыспайды. Күйіп те кетпейді, әдемі болып пісіп жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Отбасыларыңыз қуанып жейтін болады. Осыған дейін панкейкаларым өте прям күшті шықпайтын, осы жол өте әдемі шықты, өзіме де ұнады. Балдарым да қуана жеп қойды. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Жасап көруге кеңес беремін, қыздар. Жасап көріп, мені белгілеп кетсеңіздер де қатты қуанышты болатын едім. Маған лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің жаңа рецепттерімді бірден көретін боласыздар. Мінекей достар, біздің панкейкаларымыз өте әдемі болып пісті. Өте жұмсақ әрі дәмді болып. Жасап көріңіздер.